Творогты жақсы көретін болсаңыз, осы пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет, ерекше болып шығатын пирогтың бірі. Күнделікті жасап жүрген пирогқа қарағанда ерекше болады. Ең алдымен ұнымызға сары майымызды саламыз. Үй температурасында тұрған қант саламыз. Бір жұмыртқаның сарысы, немесе егерде қамыр болып еленбей жатқан болатын болса, тағы да бір жұмыртқа салсаңыздар болады. Үстіне қамыр қопсытқыш. Мінекей осындай қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа қамыр бізде иленіп шығады. Орап тоңазытқышқа жарты сағатқа қоятын боламыз. Енді кезекте творогымызды және сары уызымызды, қантымызды салып біріктіреміз. Мен сары уыздың барлығын ақ уыздан бірдей етіп әдемілеп бөліп алдым, яғни таза ыдысқа, құрғақ ыдысқа бөліп аламыз. Міне енді ақ уызымызды қолданамыз. Оған құмшекер және тұз саламыз, шым-шым. 3-4 минут блендердің көмегімен ағарғанша жасайтын боламыз. Мінекей осындай аппақ, осындай болу керек. Енді алдын ала біз пешімізді 160 градусқа қойып, қыздырып қойдық. Қамырымызды алып, қолымыздың көмегімен осылай жайып алатын боламыз. Салмамыз, яғни творогымызды алып саламыз. Әдемілеп жайып аламыз. Жайып алғаннан соң үстіне ақ уызымызды салатын боламыз. Осылай салсаңыздар да болады. Одан кейін қойш дедім, дағын қасықпен алып салдым. Қасықпен алып салғанда ыңғайлы, өзіңіздің қалауыңыз бойынша сала беріңіздер. Одан кейін қасықтың көмегімен осылай жасадым. Өзімнің идеям. Мінекей 160 градусқа пешке саламыз. Осындай керемет пирог болып шығады. Жасап көріңіздер, өте дәмді. Дәмі деген ерекше. Мен мұндай пирогты мүлде еш жерден жеп көрген емеспін. Дәмі өте күшті болып шығады. Ұнатса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркеліңіздер. Менің каналымда неше түрлі рецептер, тамақтың, тәттілердің, салаттың рецептері бар. Мен сіздерге бөліп көрсетіп жатырмын, өте керемет.